Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дархан екеуміз Тараздағы орта мектепті бірге бітірдік. Балабақшадан бері бірге келе жатқан досымыз екеуміздің жұбымыз бір елі жазылған емес. Мектеп бітірген соң педагогикалық институтқа түстік. Ауылдан келген біздер 4 жыл жатақханада тұрып оқыдық. Кейін оқу бітіріп, мамандығымыз бойынша жұмыс табылмай қаладағы цехқа жұмысқа тұрып кеттік. Дос болған соң арамыздағы қалған сыр жоқ. Үнемі мәселемізді бірге шешеміз. Бірге пәтер жалдап тұрғанымыз да бар. Цехқа тұрғаннан кейін көп ұзамай мен студент кезден жүрген бізбен бір курс төмен оқыған Сәуле есімді қызбен отау тіктім. Мен отбасылы болғаннан кейін Дархан өзінің немере ағасының үйінде тұратын болып шешті. 2 жылдан бері соның үйінде тұрып келеді. Кейінгі кезде Дарханның тұнжырап тұратын көзі сондай ойнақы. Себебін сұрап әзілдесем жымың-жымың етеді. Оның ағасы болып келетін Санбек күзетте тәулікпен жұмыс істейді. Бір күні істеп, бір күн демалады. Ақкөңіл ағасы інісінің туғандай жақсы көреді, десем артық айтқаным емес. Жеңгесі де мейірімі төгілген, әзілі жақын келіншек. Келіншек дегені болмаса бітімі қыздай. Кеудесіндегі томпиған төсі еріксіз назар аудартады. Қыпша белі оның сымбатты екенін байқата түседі. Қарағанда ойнақы көздерімен арбап тұрады. Үйленгендеріне 3 жыл болса да, әлі күнге перзент сүймеген. Бір күн жұмыста, бір күн үйде болған ағасы Сенбектің Дарханмен шаруасы жоқ. Ал жеңгесінің мойнына менің досымның тамақтануы мен кір киімдерін жуып беру міндеті жүктелген. Досым болған соң мен де дірілдеп қоймаймын. Ол болса ләмин деп ештеңе айта қоймайды. Бірде дәкең ағынымен жарылып сыр бөлісті. Айтуынша ол біраз уақыттан бері жеңгесі Эльмира мен ағасы жоқта ойнас құрады екен. Қалада өскен жеңгесі бұған өзі еміреуін білдіртіпті. Кейде түн ортасына дейін үйге келмей қоятын қайын інісіне Элия жеңгесі үнемі қағытып тисе беріпті. Бірде ағасы жоқта киімдерін жуып жатып, қалтаңдағы нәрселерге қарап тұрсам, қыз қырқыннан тұқымының кетірмепсін-ау дегенде менің досымның ұяттан жерге кіретін бет қалмапты. Тағы бірде жеңешесі «Жетпегір, қай қызды шыңғыртып келдің?» деп тиісіп өтіпті. Әрине ағасы жоқ кезде ғана осылай ойнайды. Ағасы барда әдептен аспайды. Ағасы жоқта реті келген сайын әлгенедей сөздермен түйреп, қытығына тие түсуді қоймайды. Қыз қырқынды құр жібермейтін сері көңіл досым жеңешесінің мұндай қылығынан үркектеп, ыңғайсызданады. Сөйтіп жүргенде бірде Дархан ағасы жоқта үйге қызара бөртіп келеді. Түнгі 12-ден аса есікті ашқан жеңешесі әдеттегінше қағыта қарсы алады. Бұл да құр қарап тұрмаса керек. Жеңгенің бір бұты байынікі, бір бұты қайнынікі дегенді бүгінгінің жігіттері түсінбей өтетін болды ғой дегенде дәкең шыдамай кетіпті. Сымбатымен жігіттерін өзіне тартып тұратын көрікті жеңешесіне әдептен аттап бірінші рет қол жүгіртеді. Талайдан бері бұндай батылдықты күтіп жүрген Элия да Дарханның құшағына құлай кетеді. Сөзбен түйреп жүргенде мына жеңгемнің желігі басылмай жүр-ау деп ойлаймын да қоя салатынмын. Бұл жолы шыдай алмадым. Аяқ киімімді шешкен бетте жібек халатынан бар бітімі көрініп тұрған жеңешемнің белінен құшақтай алдым. Оттай жанып тұр екен. Жаймен өзіме тартсам жымың қағып құшағыма кіріп барады. Шыдап тұрмын да құмарлығым арта ерніне сүлікше жабыстым деп дәкең шынын айтқанда мен де оның жеңгесіне ойым кетіп қалғандай болды. Сүйісіп тұрып тәртіпсіз қолдарыммен оның белінен төмен түсіп дөңгеленіп тұрған жұп-жұмсақ жамбасына умаждап жатты. Ол болса маған тығыла түсіп, осы сәтті ары қарай жалғасуына қалай түскенін білдіреді. Еппен аймалап, жібек халатының үстіне сусыта түсіп, төс тартқышын ағытқан күйі төсекке қарай әкеттім. Ып-ыстық ернімен өртеп жіберді. Шынымды айтайын,
мұндай аймаласу бұрынғы қыздарымен ешқашан болған емес. Мойнына аймалап, алмадай тырсиған қос анарына ауыз салып, үрпісіне ернім тигенде жеңешем ләззаттан балқи жатады. Сірә мұндай аймалау ағамның тарапынан болмаған сияқты. Ұзақ аймаласу үстінде оның сүйреткен саусақтары мойнымнан төмен қарай арқамды тұтас қысқалай сипалап қозып жатты. Жаймен іш киімім шешіп, оттай жанған күнтимесіне қауғадай болған мүшемді бойлата сұғып жібергенімде жеңешемнің дауысы ыңырана шығып, небір тәтті сөздер айтып ләззатқа бөленіп, иығымды тістелеп жатты. Ұзаққа созылған айқас менің қара терге малындырды. Елімнің босайтын сәтте ол мені өзінен айырған жоқ, деп Дархан өзін ғана емес, мені де ынтықтыра түсті. Сол бір қатынас орын алған түні Дәкең де аянып қалмаған. Жеңгесін тағы да бір қуанышқа бөлеп, өзінің міндетін мүлтіксіз орындап шығады. Содан бері Элияның бұған деген пейілі де ерекше екен. Ағасы келіп қала ма деген қауіп мүлде жоқ. Себебі ол тәуліктің жұмысына кеткен соң оралмайды. Әрі ісіне мүлдем күдіктенбейтін болса керек. Ал жеңешесі Эльмира күйеуі жұмыста болған уақытта қайын інісіне ерекше күтіп, тіпті бірнеше рет телефон соғып тастайтын сәттері де аз емес. Есіктен кірген бетте Дархан өзін ғаламат шайқас күтіп тұрғанын біледі. Кейінгі кезде Дарханмен кездескен сайын айтатын әңгімеміз оның жеңгесімен төсектегі айқасы туралы ғана өрбейтін болыпты. Қазір досым әр басқосуда жеңгесінің төсектегі белсенділігін, оның қоярда қоймай төсекке сүйрейтінін, жатып бөлмеде, қонақ бөлмеде, ас үйде жуынатын орындағы позаларын айтып, сілекейімді шұбырта түседі. Сондай сәттерде ішімнен, шіркін мына Элия біз балқытатын күн қашан туар екен деп қиялдап кетем. Ол болса оны қалай тақымға басқанын, бір түндегі ләззаттың қалай жалғасқанын айтуын кездескен сайын небір сипаттама әңгімелерін тоқтатқан емес. Өткенде ағасының үйіне әжесі келіп, 10 күнге жуық айқас тоқтап қалыпты. Сол сәтте жеңгем екеуміздің бір-бірімізге деген ынтығуымызды көрсең дейді Дархан жүзін күлімсіреп. Жеңгесі әжесі басқа бөлмеде отырғанда бұған маза бермеуін доғармапты. Ал досым кемпірдің кетпей қойғанын жаратпай жүрдім деп күледі. Ақында ауылдан қайын атам келетін болып, күтіп алуға Дархан екеуміз бірге баратын болып келістік. Пойыз түнде келетін еді. Алайда баратын сәтте Дарханның телефон тұтқасын көтермей қойғаны, көз алдымда Дәкеңнің Элияны қырындай бүріп алып, қызыл көрпені бүлкілдетіп жатқаны елестеп тұрады.